Саламатсыздар ма, құрметті тыңдауға қатысушылар, жергілікті тұрғындар. Менің есімім Артасова Жансая Амангелдіқызы. Осы Ақтөбе қаласы Алматы ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік дамыту және ауыл шаруашылық бөлімінің бас маманы болып келемін. АПК ПГС ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласының шегінде жіңішке кен орнында құм және құм қиыршық тас қоспасын өндіру тау-кен жобасына әзірленген қоршаған ортаға әлеуетті әсер туралы есеп жобасын талқылауға шақырылып отыр. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 73-ші бабына және Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 3 тамызындағы номер 286 қоғамдық тыңдау өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тапсырыс берушісі АПК ПГС ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады. Жиналысты бастамас бұрын қоғамдық тыңдаудың хатшысын және регламентті бекітіп өтсек. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде жоғарыда айтылған қоғамдық тыңдау өткізу ережесіне сәйкес жергілікті атқарушы орган өкілі ретінде өзім төрағалық етемін. Хатшысы ретінде Мұсаев Дінмұхамед кандидатурасы ұсынылады. Қарсылықтары жоқ па? Қолдарыңызды көтеріп дауыс жауаптылығы ретінде. Қарсылығы болмаса? Келесі регламентті бекіту. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылар тіркеу 5-10 минут беріледі. Келісілген уақытта қоғамдық тыңдауларды ашылуына 5 минут. Баяндамашы сөз сөйлеуіне 10-15 минут беріледі. Баяндамаларды талқылау 15-20 минут. Баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары тыңдалады. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау және осы регламентпен келіссеңіздер, қолдарыңызды көтеріп дауыс берсеңіздер. Уақыттары Қоғамдық тыңдаудың күн тәртібі және регламенті бірауыздан бекітіледі. Ұсыныс сұрақтарыңыз болса, негізгі баяндамашыны тыңдап болғаннан кейін талқылауға көшеміз. Баяндамашыға сөз кезегі беріледі. Саламатсыздар ма, тағы да қайырлы күн, құрметті бүгінгі мына қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Менің есімім Бауыржан Абилаев. Мен осы мынау бүгінгі қоғамдық тыңдауға талқылауға шақырылып отырған экологиялық жобаны әзірлеуші мекеменің өкілі, яғни бүгінгі қоғамдық тыңдаудың баяндамашысы болып табыламын. Және менен бөлек орындаушы мекеменің өкілдерінен бөлек АПК ПГС ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сенімхатпен бізде өкілі отыр, юрист Көшербаев Филимон. Рұқсат етсеңіздер, ары қарай баяндамамды отырып баяндай берейін. Бүгін біз қарастырып отырған экологиялық жоба бұл Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы аумағында жіңішке участок 1 кен орнында құм және құм қиыршық тас қоспасын өндіру жобасын әзірленген қоршаған ортаға әлеуетті әсер туралы есеп жобасы бойынша ашық жиналыс өткізіліп отыр. Назарларыңызды экранға аударуыңызды сұраймын. Біз жаңа айтып өткендей, аталмыш кен орны Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласының аумағында орналасқан. Жобаланған карьердің ауданы 0,9 шаршы километрді құрайды, яғни 9 гектар. Өндіру көлемі жұмыс бағдарламасына сәйкес 26-27 жылдары 116,8 мың текше метр, ал 2028-ден 2038 жылдары 116 мың текше метрді құрайды. Контрактны 20-шы, 21-шы, 22-шы, 23-шы, 25-шы жылдары, яғни бұл лицензия бойынша жылдардың последовательности, ал датамен есептейтін болсақ, бұл 26-шы жылдан бастап 31-шы жылдар аралығында осы аталмыш кен орын аумағында 116 мың метр кубтан 27-28 жылдары, ал 116.700 текше метрден 29-дан бастап 32 жылдар аралығында өндіруді көздеп отыр. Яғни бұл осы аталмыш өндіріс орнының өндірістік қуаттылығы. Ал 116.000 текше метр кубты ол толыққанды игереді ме, игермейді ме, ол және өздеріңіз білесіздер, мекеменің сұранысына және реализацияға байланысты болып табылады. Келесі айтқан азуазатын болсақ, бұл Ақтөбе қаласынан орналасқан орны, мына сарымен белгіленіп тұрған алаң. Ақтөбе қаласының аумағында орналасқан деп астына жазып қойған. Бұдан кейін мынау бүгінгі қарастырылып отырған жоба, экологиялық жоба, бұл негізгі тау-кен жұмыс жоспарын әзірленіп отыр. Тау-кен жұмыс жоспары дегеніміз, яғни ведущий проект, бұл геологиялық жоба. Міне осы геологиялық жобаның негізгі шешімдеріне назар аударатын болсақ, бұл аталмыш кен орнында құм және қиыршық тасты қоспасын өндіру, алдын ала қопару үшін бұрғылау және жару жұмыстарын қолданбай жүзеге асырылатын болады. Яғни
строительный камень дейміз ғой, құрылыс құмын тауларды жарып соны дробить етіп пайдаланатын болса, бұл жерде экскавацияның көмегімен прямой жұмыс істелінеді деген сөз. Құм және қиыршық тас қоспаларын өндіру сызбасы бойынша келесі сызба бойынша жүргізіледі, яғни экскавация және тиеу, одан әрі автокөлікпен тұтынушыларға тасымалдау. Сулы пайдалы қабатты өндіру үшін гидромеханикаланған әдіс ағынды циклді технология қолданылады, яғни жер қазғыш кемесі, пульпровод, МФ картасы тиегіш, экскаватор, автосамосвал. Яғни бұл обводненный частарында, яғни тағы да өндірістік необходимость дейміз ғой, производство необходимость. Керек жағдай туындаған кезде ғана жер қазғыш кемесі қажеттілік туындағанда пайдаланатын болады. Осы жобада келесі тау-кен технологиялық жобалар мен автокөлік құралдарын пайдалану көзделіп отыр, яғни бұл Hyundai типтес экскаватор және де жүк көтергіштігі рұқсат етілген Хово типті немесе КамАЗ типті автосамосвалдар, Сантуни деген бульдозер, SDLG тиегіш погрузчик және жер қазғыш кемесі земснаряд, бұл при необходимости деп айтты. Осы экологиялық жобалардың негізгі мақсаты, осы бүгінгі қоғамдық тыңдаудың негізгі мақсаты талқылайтын мәселесі, яғни қандай да бір өндіріс мекемесі, қандай да бір өндіріс алаңында өзінің өндірістік қызмет жүзеге асыратын болса, осы жаңағы айтып отқан техникалардың жұмысы кезінде бірінші очередь бізде бұл атмосфералық ауаға келтіретін шығын, яғни осы өндіріс алаңында ауаны ластауыш көздерін айқындау болып табылады осы жобаның негізгі мақсаты. Кен орнын игеру кезіндегі ауаны ластауыш көздері осы жоба аясында анықталған. Олардың біріншісі дизель генератор, бульдозер, жаңағы жабынды қабатты тазалау және бортпылтақ жабынды қабатты қазу кезінде көтерілетін шаңы, одан әрі бульдозердің жабынды жұмыстарын ашу жұмыстары, погрузчиктің жабынды жұмыстарын тиеу жұмыстары, автосамосвалдың жаңағы жердің құнарлы қабатын тасымалдап, оны үйіндеу жұмыстары, және де жердің құнарлы қабатын алып болғаннан кейін кезекті стадия бұл экскаватордың көмегімен жаңағы айтқан объемда пайдалы қазбаны тиеп, ары қарай автосамосвалдармен тұтынушыға дейін тасымалдау. Міне осы 26 жылдан бастап 32 жылдар аралығында осы жұмыстар жүргізу кезде жылына атмосфераға 70 тонна көлемінде кең таралған шаңдар көтерілетін болады. Бұл енді бірінші аспектісі бойынша осы экологияның біз атмосфералық ауаға келтіретін залалын көрсетіп есептеп, және осы 70 тоннаға ертең өндіріс орны тиісті налоговый формамен экологиялық салық төлейтін болады. Одан ары қарай атмосфералық ауадан бөлек игеру жұмыстарын жүргізу кезінде топырақ жамылғысының күйіне де факторлар әсер етеді, яғни зиян заттар. Бұл алаңдарды қазу жоспарлау процесіне механикалық әсер ету болса, одан ары қарай автомобиль көлігі мен арнайы техниканың жұмысына байланысты химиялық әсер ету, яғни выхлопной трубасынан шығатын 8 түрлі залал заттар атмосфералық ауаға аз деңгейде болса да осы өндіріс орнына кері тигізетін әсерін жоба аясында бағалап отырмыз. Одан әрі атмосфералық ауадан бөлек және де топырақ жамылғысына тигізетін әсерден бөлек бұл экологияның үшінші жаңағы факторы экологиялық рұқсаттың бұл қалдықтардың түзілуі, яғни өндіріс және тұтыну қалдықтары. Кен орнын пайдалану кезінде келесі қалдықтар түзіледі, яғни бұл майлы шүмектер 0,4 жылына, қолданылған мотор майлары 1,8 тонна жылына, тұрмыстық қатты қалдықтар 3 тонна жылына. Металл құрамайтын пайдалы қазбаларды өндіру кезіндегі қалдықтар, яғни бұл жердің құнарлы қабаты 10,125 тонна жылына. Тұрмыстық қатты қалдықтарды өздеріңіз білесіздер, осы жұмыс түрлерін орындауға тартылған персоналдың қызмет нәтижесінде түзіледі. Және тұрмыстық қалдықтар уақытша қақпағы бар металл ыдыстарында жиналып, осы өндіріс алаңында жиналуына қарай тиісті келісімшарт негізінде полигондарға жөнелтіліп отыратын болады. Арнайы жабдықты жөндеу кезінде майлы шүмектер пайда болады, сондай-ақ өндіріс қызмет барысында жұмыс істейтін қызметкерлерден арнайы құралдары, яғни жеке қорғаныс киімдері, қолғап, бір рет қолданылатын комбинезон, етік секілді киімдер тозады. Қолданылған мотор майларын жоспарлы жөндеу кезінде, майда ауыстыру кезінде пайда болады. Жабық металл контейнерде жылы қоймада сақталып, одан ары қарай жинақталуына сәйкес тиісті келісімшарт аясында отходтарды залалсыздандыратын арнайыландырылған лицензияланған мамандарға жіберіліп отыратын болады. Яғни бұл потенциально біздің жаңағы поставщигіміз қазір көріп отырған Экопром КЗ деген бар, немесе стратегия роста. Осы екі компанияның алдын ала қазір көздеп отырмыз. Осы компаниялармен тиісті экологиялық рұқсат алып болғаннан кейін келісімшарт түзіліп, соларға осы түрлі отход жөнелтіліп отыратын болады. Одан ары қарай өндірістік экологиялық мониторингі бұл бірінші және екінші санаттағы объектілердің операторлары, яғни осы өндіріс түрі Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 182 бабының талаптарына сәйкес өндірістік экологиялық бақылауды жүзеге асыру міндетті болып табылады. Яғни аталмыш кен орнының ауаны ластауыш көздері бойынша жаңа біз айқындадық қой. Бульдозердің құнарлы қабатын кескен кезде, оны автосамосвалға тиеу кезінде, автосамосвал тасымалдап және оны төгіп үйіндеу кездерінде
айқындалған ауаны ластауыш көздері бойынша бұл бірінші операциялық мониторингті, бұдан кейін қоршаған орта эмиссиялар мониторингін, радиациялық және әсер ету мониторингін жүргізуді қамтиды. Әсер ету мониторингі дегеніміз, яғни осы жобаланған карьердің санитарлық қорғау шекарасында арнайы мамандандырылған аккредиттелген лабораторияның көмегімен мониторинг жүргізілді. Яғни тиісті өзінің жаңағы аппаратурасын қосып, санитарлық қорғау деңгейінде мына шаңның рұқсат етілген дәрежеде көтеріліп тұр ма, жоқ одан асып тұр ма, соны қадағалау бойынша өндірістік экологиялық мониторинг жүргізу міндеттелген. Сол залы бойынша осы жобаның құрамында айтып кетіп отырмыз мәселені. Бұдан ары қарай табиғат қорғау іс-шаралары нысанның жұмыс процесінде туындауы мүмкін қоршаған ортаға ықтимал әсерін ескере отырып, жобаланатын жұмыстардың қоршаған ортаның құрамдас бөліктеріне теріс әсерін болдырмау бойынша келесідей іс-шаралар қарастырылған. Яғни бұның біріншісі жаңағы құрылғылар мен жабдықтардың техникалық жай-күйін бақылау бойынша өндірістік профилактикалық жұмыстар жүргізу, жүргізілетін жұмыстардан қоршаған ортаға теріс әсерін қадағалау бойынша арнайы аккредиттелген лаборатория көмегімен өндірістік экологиялық мониторинг жүргізу. Бұдан ары қарай тұрмыстық және өндірістік қатты қалдықтарды уақытында арнайы мамандандырылған полигондарға тасымалдау, жылдың көктем күз мезгілдерінде санитарлық қорғау шекарасы негізінде көгалдандыру жұмыстарын жүргізу. Бұл пункт бойынша немесе санитарлық қорғау шегінде көгалдандыруға мүмкіндік болмаған жағдайда мекеме осы докладтың, яғни осы қоғамдық тыңдаудың аясында тоже тұжырымдама беріп кеткізіліп отыр. Мүмкіндік болмаған жағдайда жергілікті атқарушы органдардың жаңағы келісімімен осы көгалдандыру жұмыстарын қаланың кейбір определенный белгіленген участоктарында жүргізуге болады. Міне осындай техникалық және экологиялық қауіпсіздік нормаларын сақтай отырып, баяндалған жобалық шешімдерді енгізу қоршаған ортаның құрамдас бөліктеріне өзгерістер әкеліп соқпайды. Мынау жаңағы мекемемен бекітілген проведение работ по гидророшению деген бар. Жаңағы мынау табиғат қорғау іс-шараларының ішінде докладта көрсетілмей қалған, кешірім сұраймын, тағы да бір айтып өтетін жайт. Осы жұмыс істеу барысында жылы мезгілдерінде арнайы техниканың көмегімен су бүркеу жұмыстарын жүргізуде қарастырылған. Ол план мероприятия көрсетілген арнайы тиісті сараптама барысында біз оны табиғат қорғау іс-шарасына қосатын боламыз. Қысқаша ауызекі докладтан бөлек айтатын болсақ, бүгінгі мынау қоғамдық өткізіліп жатқан себебі өздеріңіз білесіздер, қазір кез келген өндіріс орнында, қандай да бір территорияда, қандай да бір өндіріс алаңдарында кәсіпкерлік субъект предпринимательство дейміз ғой, өндіріс кәсіпкерліктер өздерінің қызметін жүзеге асыратын болса, осы өндірістік қызметін жүзеге асыру үшін бірінші очередь бұл экологиялық рұқсат алу. Ал экологиялық рұқсат алу қазір еліміздің экологиялық кодекстің жаңағы міндеттемелеріне сәйкес осындай қоғамдық тыңдау арқылы өтеді. Яғни өндіріс орнына ең жақын орналасқан тұрғын бұл елді мекен бұл Ақтөбе қаласы болып табылады. Міне осы Ақтөбе қаласының шегінде жергілікті атқарушы Алматы район әкімдігінің төрағалығымен осындай қоғамдық тыңдау өтіп отыр. Біз бұл қоғамдық тыңдауды 1,5 ай бұрын газетаға, радиоға, тиісті хабарландыру тақталарына іліп управление природных ресурсов дейміз, сонымен келісілген болатын. Қазір міне Zoom платформасына қосылды, есігімізді ашып, қатысқан адамдармен қоғамдық тыңдау осылай өтіп жатыр. Құрметті төраға, менде баяндама бойынша қысқаша мәлімет осындай. Сұрақ жауаптарыңыз болса, хаттаманы жағымыз хатшыны таңдадық, Мұсаевтың Мұхаммед бұл мен көмекші болып табылады, яғни бұл орындаушы мекеменің өкілі. Сонымен қатар мен жаңа бастамашы мекеменің өкілін таныстырып өттім. Еламан Көшербаев бізде сенім хатпен келіп отыр. Осы КПК институтында жауапкершілігі сектесінің юристі болды. Рахмет. Онлайн қатысушылар. Неше қатысушы бар екен, демаш қараш? Рахмет.